бұл мысалы мұғалімдерді қинап видео түсіртіп жатыр деген ақпарат бар. Оларды мысалы түсірмей-ақ қазіргі сіз айтып отырған дайын контентті пайдаланса да болады. Телеарнадағы шыққан мысалға біздің контенттеріміздің барлығы ол әлеуметтік желіде, YouTube каналдарымызда барлығында орналастырылады. Яғни кәсіби деңгейлігіне байланысты сонда қолдануға болады ғой, қалай ойлайсыз? Әлде міндетті түрде видео түсірсін деген? Түсінікті, сұрақ түсінікті. Біріншіден, міндеттеу деген жоқ, міндеттеуге болмайды. Әр мұғалім өзінің сабағына басқа жағдайда да үлкен бір шығармашылықпен келеді. Осы бүгінгі жағдайда да қашықтан оқытқан кезімізде де мұғалімдерге үлкен бір шығармашылық бостандық беруіміз керек. Әр мұғалім өзінің сабақты қалай жүргізетіндігін шешуі керек. Ал енді видео түсіру сұрағына тоқталатын болсақ, бұл әрине де тәжірибеде жоқ оқушы мұғалімнің, бірақ мұғалімге бір керек тәжірибенің бірі деп атап кету керек. Егер де мұғалім осындай видеоларды түсіріп өзінің сабағын көрсете алатын болса, бұндай бірнеше үлгілері бар. Жалпы мысалға аттестаттауға мұғалімдер өткен кездерде өздерінің видео сабақтарынан да кесінділер беріп көрсетеді. Сондықтан бұндай тәжірибе бар. Егер де мұғалімдер түсіреміз десе, видео сабақты түсіріп оны оқушыға ұсына аламыз десе, бұл да өте жақсы. Бұндай тәжірибе де қажет біздің мұғалімдерге. Бірақ міндеттеу деген болмауға тиіс. Жаңағы цифрлық ресурстар, платформалардың барлығы әрине де бар. Олар қолжетімді, осыны пайдаланса, өте сапалы деңгейде жасалған YouTube каналдарында да бар материалдарды пайдалана алады. Қазақстандық цифрлық ресурстардың да бәрін пайдаланып сабағын жүргізді. Жалпы бұның барлығы да неғұрлым оқушыға осы бүгінгі қашықтық жағдайында өте қолайлы жағдаймен сапалы білім беру. Осыған жұмыс істейтін ресурстардың барлығы да бүгін пайдасын тигізеді білімге.